Егер қарыз, кредит, ипотекаңыз болса тыңдаңыздар. Егер де жоқ, менде ешқандай қарызым жоқ дейтін болсаңыз, қарыз, кредиті бар бауырыңызбен, досыңызбен бөліссеңіз болады. Бір жағынан кармаларыңызға плюс. Бұл техниканы пайдаланып жүрген қыздар бұрыннан біледі, бұл күнді, бұл уақытты өте жақсы жасайтынын, жұмыс жасайтын комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Қыздар, кармаларыңызға плюс, бір жағынан сәттілік келсін сіздерге. Ал жаңадан келген қыздар түсінбеуі мүмкін. Неге, қалай түсінбеуі де және сенбеуі де мүмкін. Сондықтан осы күні, 10 желтоқсан күні, осы кешкілгі уақытта, мына уақытта өз кредитіңізге, өз қарызыңызға, өз ипотекаңызға 500 теңге, 1000 теңге өз төлейтін төлеміңізден бөлек тыс салсаңыздар, толық жабуға сол қарызды, либо келесі айды өтеуге ақша келеді оңай жолмен. Бірақ ол келген ақшаны киіміңізге, балаңызға бір телефон алып беруге жұмсап жібермеуіңіз керек. Главный заңдылығы осы. Бірақ өзімнің білетінім, астрология өте мықты құрал, сондықтан өте күшті жұмыс жасайды, өте мықты жұмыс жасайды. Енді кейбіреулері мен банк қызметкері емеспін, кейбіреулер айтуы мүмкін, бұл уақытта, осы кешкілгі уақытта банк жұмыс жасамайды ғой, төлей алмаймыз деуіңіз мүмкін. Енді мен бір жағынан феншуй маманы, бадзи маманы болғаннан кейін, мүмкін энергияны алдайық. Банкіге сол қарыз банкіңіздің атын жазып, кәдімгі банкі алып, либо қарыз учреждениенің атын жазып, сол осы күні, 10 желтоқсан күні, осы уақытта, кешкілгі уақытта сала тұрсаңыз, келесі күні банкке төлеп жеріңіздер. Енді мен осылай энергияны айналып өтсеңіздер, хотя бы, именно соның ішіне салған ақшаңызды алып барып төлеңіздер. Энергияны солай алдаңыздар, хотя бы. Енді басқа жолдарын білмеймін. Осы күнді, осы уақытты пайдаланыңыздар. Именно күндізгі уақытқа шықпай тұр. Әр күні өзі, әр айда энергиясы жұлдыздарының ретімен ғой, энергиясы енді осы желтоқсан айына, именно осы 10 желтоқсан күні кешкілгі уақытқа ғана шығып тұр. Сәттілік, қарсыз, кредитсіз, кәдімгі уайымсыз өмір сүруіңізді тілеймін. Бай бақуатты болыңыздар.